Жылулықпен нұрын төккен, жыпар иіз гүлін сепкен, жан-жанымды көкке орап, келді міне жасыл көктем. Көктемнің ең алғашқы күнімен ұштасып келген 1 наурыз алғыс айту күнімен шын жүректен сіздерді құттықтаймыз. Бұл күні бейбітшілік, ынтымақ күні. Қазақстан халықтарының бір-біріне деген құрмет пен ризашылық танытатын жалпы халықтық мейрамы. Алғыс айта білген адам алғыс арқалай алады демекші, ата-анаңызға, туыстарыңызға, ұстаздарыңызға, достарыңызға алғыс айтуды ұмытпаңыздар. Саламатсыз ба? Бүгін қандай мейрам екенін білесіз ба? Көктемнің алғашқы күні. Айта қойыңыз. Көктемнің бірінші күні алғыс айту күні. Қазақстан елі бойынша алғыс айту күні барлығы кішіден бастап үлкенге дейін тойлайды. Осы күнді пайдаланып мен де анама, ағалма, бауырларыма, әріптестеріме, достарыма, отбасыма алғыс айтқым келеді. Баршаңызға алғыс білдірем. Сіздердің бар болғандарыңызға алғыс. Барлығыңызға рахмет. Сізге де үлкен рахмет. Жұмысыңызға сәттілік. Бауырсағымыздан алғыс дейіңіз. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Рахмет. Сәттілік сізге. Добрый день. Можно вас на минуточку? Да. Скажите, пожалуйста, вы знаете, завтра какой день у нас? Сегодня праздник будет. Начинается весна. Это день благодарения. Поэтому вы, наверное, и дарите нам эти баурсаки свежие. Угощайтесь. Спасибо вам большое. С праздником вас. С Праздником вас также. Спасибо за угощение. До свидания. Қыздар, саламатсыздар ма? Бүгін қандай күн екенін білесіздер ма? Иә, алғыс айту күні, 1 наурыз, алғыс айту күні. Кімге алғыс айтамыз? Баршаға, Қазақстан халқына алғыс айтамын, өзім отбасыма алғыс айтамын, универдегі мұғалімдеріме алғыс айтамын, сіздерге де алғыс айтамын. Сіздерге де көп рахмет. Ал біздің бауырсақтан алғыс дейіңіздер, қыздар. Рахмет сіздерге көп. Қалдырмас өмір атты жолда жалғыз, барыңды бағалада тәубаңа түс, шарықты сыйғып беріп сана беріп, жасаған жоқтан барғып алла қалғыз. Добрый день. Как у вас сегодня настроение? Отлично. А вы знаете сегодня какой день? День благодарности. Правильно. Вы хотели бы кого-нибудь в этот день поблагодарить? Мы бы хотели вообще всех поблагодарить, особенно в Казахстане, весь казахстанский народ. На самом деле здорово, что здесь принимают всех очень радушно, очень гостеприимно, и это большая радость для всех ваших гостей. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вы сами откуда будете? Вы Из России. Из России. А что вы еще хотели бы пожелать нашему казахстанскому народу? Во-первых, я тоже присоединяюсь к тому, что к словам благодарности казахстанскому народу за очень радушный прием. Честно сказать, мы у себя отвыкли от такого приема немножечко. Когда мы были вынуждены сюда приехать, нас встретили очень тепло, нам помогали все, нам советовали, кормили, поили, в гости приглашали. Очень большое спасибо казахстанскому народу за такое дружелюбие. И, конечно, я желаю главное мира Казахстану, мира всему миру, добра, взаимопонимания, умения договариваться, умения слышать друг друга. И благодарю. Спасибо вам большое, мы тоже вас благодарим. Вот примите, пожалуйста, наше национальное баурсаки. Берите еще. Спасибо вам большое, до свидания, всего доброго. Сегодня какой день? Да, день благодарения. И что вы нам хотели сказать вот в этот день? В этот день я казахстанцам и всему миру хочу пожелать всего самого хорошего. Здоровья, счастья и много радости в жизни.
Пусть будет по всему миру всегда как бы мир. Спасибо вам большое, спасибо. Благодарим вас. Пожалуйста, угощайтесь. Наше национальное блюдо баурсаки. Берите еще. Спасибо. Спасибо вам большое. Доброго дня. Спасибо. Нашей стране за процветание. Не, спасибо. Берите. Спасибо большое, очень вкусно. С праздником всех. Хорошего дня. Сау болыңыздар. Аман болыңыздар. Саламатсыздар. Бүгін қандай күн екенін білесіз ба? Иә, білем. Құдайға шүкір қазақпыз. Бүгін алғыс айту күні. Алғыс айту күніне не дейміз? Бүкіл Қазақстанды, қазақ елін, қазақ елінің азаматын, азаматшыларын бәрін алғыс айту күнімен құттықтаймын. Барлық қазақстандыққа алғысымыз шексіз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрдайым бейбітшілік болсын, жастар аман болсын. Не дейміз? Еліміз көркейе берсін, жана берсін. Барлық дами берсін. Жақсылық болсын әрдайым. Аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Ең бастысы сол, деніміз сау болсын. Барыңызды құттықтаймын алғыс күнімен. Рахмет сізге, ізгі тілектеріңізге көп рахмет. Ал біздің бауырсақтан алғыс дейміз. Рахмет. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге, алғыс бауырға, алғыс. Ал 2016 жылдың 15 қаңтарында Қазақстан Республикасының президенті Қазақстан Республикасындағы кәсіптік және өзге де мерекелер туралы өзгерістер мен толықтырулардың енгізілгенін айтып, 1 наурыз алғыс айту күнін ресми түрде жариялады. Осыдан бастап қазақстандықтар мейірім мен татулыққа шақыратын ғажайып мерекені атап өтуді бастап кетті.